Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, сіздермен Айтмұхамбет Айғожа, бүгін хабарымызда. Мүдделердің жанжалы, 30-ға жуық ауыл тұрғындары тәртіп сақшыларымен текетіресті, барысында екіншілері қару қолданды. 10 лет лишения свободы, зафиксируй все лица, все! Давай! Быстро отсюда ушли! К бою! Первый рывок сразу! Огонь! Шіркейлер ұшып келді. Қан сорушылар басқа жағажайдан қоныс аударған. Оларды жоюмен айналысып жүрген мердігер павлодарлықтардың шағымына жауап берді. Таңғы уақытта Естай құламасында шомылушы құтқарылды. Оқиға жайлы су бекетіне жүгіруші хабарлады. Қайтадан балабақша. Жайылмаса 4 мекен жайындағы бұрынғы хоспис ғимаратына мектепке дейінгі мекеме мәртебесі қайтарылды. Бүгінде қалпына келтіру жұмыстары басталды. Бетондар фабрикасы бетон, ФБС, шығыршықтар, тосқауылдар мен аражабын тақталарын жүзеге асырады. Телефондары 78 32 32, 78 42 42. Сапалы және мол өнім бұл әрине көп еңбекті талап ететін, жұмыс пен адамның денсаулығына қауіпсіз болатын табиғи тыңайтқыштар. Вермитех плюс сұйық биогумус қызыл калифорниялық құрттардың көмегімен өндірілген бірегей өнім. Фермерлік және бағбандық шаруашылықта таптырмайтын зат. Бұл тыңайтқышты астықты, майлы, азықты және басқа да ауыл шаруашылық дақылдары мен бау-бақша телімдеріне қолдануға болады. Сұйық биогумус Вермитех плюс жақсы және пайдалы өнімдер. Қаланың бағбандық дүкендерінен сұраңыздар. Телефондары 39 34 34, 39 34 90, 8 777 938 23 44. Жеңілдіктер, орасан зор жеңілдіктер. Тек қана сіздер үшін тиімді бағалармен Ирбис ТВ телекомпаниясының жаңалықтары мен фильмдерінде өз жарнамаңызды орналастырыңыз. Және табыс сізге кепілденген. Барлық сұрақтар 8 71 82 55 08 55 8 701 918 15 60 телефондары бойынша жарнама бөліміне хабарласуға болады. Жүргізушілерге киім сұнған Ламберти ерлер киім салоны. Төтенше жағдай кезінде 170 мың павлодарлық 42 500 теңге алған. Облыс әкімі брифинг барысында осылай деп хабарлады. Әбілқайыр Ысқақов алдағы уақытта өңірді дамыту үшін қолға алынатын жобалар туралы баяндады. Облыс әкімінің айтуынша төтенше жағдай кезінде әлеуметтік көмек ең басты мәселе болған. Аймағымызда 170 200 адам 42 500 теңге, ал 21 мыңнан астамына 50 мың теңге берілген. Сонымен қатар 15 мыңға жуық адамға азық-түлік жиынтығымен көмектескен. В таком режиме Біз мұндай тәртіпте ешқашан жұмыс жасап көрмедік. Мен карантин жарияламас бұрын жедел штаб құруды жөн көрдім. Онда барлық басқарма басшылары тәулік бойы тұрғындардың сұрақтарына жауап берумен айналысты деуге болады. Кол орталықта күніне 5-6 мың сұрақ түсті. Жалпы 206 877 павлодарлыққа түрлі бағытта көмек көрсетілді. Сонымен қатар аймағымызда 27 мыңнан астам адам баспана кезегінде тұр. Облыс басшысы бұл мәселені биыл барынша шешуге тырысатынын айтты. Ағымдағы жылы аймағымыздың 2 мыңнан астам тұрғыны баспаналы болады деп жоспарлануда. Бұл былтырғымен салыстырғанда 10 есе көп. по строительству микрорайона Достық. Достық мөлтек ауданында 20 мың адамға арналған тұрғын үй кешендері салынады. Қазір барлық қажетті инфрақұрылым тартылған. Жыл соңында 6 алғашқы үйдің құрылысы аяқталады. Жалпы қала бойынша 5 аймақта барлық қажетті спорт, медицина, қызмет көрсету нысандары болуы шарт. Тұрғын үйлердің сапалы салынуы және жылу қуатының барлық көп қабатты үйлерге жетуі басты назарға алынбақ. Әбілқайыр Ысқақов жалдық үйлердің құрылысын дамыту басты мақсат екендігін жеткізді. Жалпы өңірде биыл 346 мың шаршы метр үй салынады. Бибі Нұрмұқашев, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Төтенше жағдай кезінде азық-түліктің 9 түріне шектік баға белгіленді. Нәтижесінде бөлшек сауда құнын арттыру ескертуге, соңынан айыппұл төлеуге алып келеді. 11 мамыр күні карантин режимі аяқталғанымен, Павлодар өңіріндегі ахуал бірқалыпты дейді кәсіпкерлік бөлімінде. Толығырақ экономикалық жаңалықтарда. Бизнес жаңалықтарының демеушісі керемет сынап, сантехника және жылыту дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы.
Облыста азық-түлік тауарларының шекті бағасы белгіленіп бақылауға алынған еді. Мәселен, бірінші сұрыптағы бидай ұны 130 теңге. Осы ұннан жасалған нан 80, күріш 297, сиыр еті 1731. Бірінші сұрыптағы тауық жұмыртқасы 287, күнбағыс майы 410, ас тұзы 52, қарақұмық жармасы 281, макарон 208 болып белгіленген. Кәсіпкерлер тек 10% үстеме қосуға құқылы. Алайда күні кеше карантин режимі аяқталып, бұл шешім заңдық күшін жойғанымен мамандар сауда орындарына тұрақты түрде мониторинг жүргізіп келеді. Мы уведомление давали. Кәсіпкерлерді аталмыш тауарлардың 9 түрі бойынша шектік бағаны көтермеуді алдын ала ескерттік. Төтенше жағдай режимі аяқталды. Дегенмен халықтың жағдайын түсініп, бағаны әлі де бір қалыпты ұстап отыр. Осы уақыт аралығында 10-ға жуық ескерту жасалды. Олардың көбісі жеке меншік сауда нүктелері. Қазір тұрақтандыру қорында әлеуметтік маңызы бар азық-түліктер жеткілікті. Қант, күріш, макарон, өсімдік майы, сәбіз және картоп әлеуметтік дүкендерге жөнелтілуде. Төтенше жағдай кезінде туындаған қиындықтар шешілді. Қанттың орташа бағасы 190-200 теңге. Жаз уақыты жақындағандықтан көкөністер де арзандаған. Цена. Көкөністердің бағасы дүкендерде тұрақты, қырыққабат 65 теңге, пияз 125, сәбіз 80, картоп 100 теңгеден жоғары. Тұрақтандыру қорынан бөлік жақында жеке өндірушіден бағасы 65 теңгеден картоп әлеуметтік дүкендерге жеткізілмек. Осы орайда тұтынушыларда таңдау құқығы пайда болады. Бүгінде Павлодарда 36, Кенжекөл ауылында 2, Ленин кенті, Жетекші және Павлодар ауылдарында бір әлеуметтік дүкен жұмыс істейді. Жансая Талипова, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Жайымса 4 мекен жайында орналасқан бұл ғимаратта осы уақытқа дейін 3 мекеме жұмыс жасап келген. Онкологиялық ауруға шалдыққандарға арналған хоспис, балаларға арналған облыстық психоневрологиялық әлеуметті медициналық мекеме және балалардың әлеуметті медициналық оңалту орталығы. Алайда мамырдың 1-нен бастап бұл жерде ауқымды қайта қалпына келтіру жұмыстары басталды. Айтуларынша енді мұнда 114-ші балабақша болады. Сандуғаш Қараманова үшін бұл өте керемет жаңалық. Тұтас шағын ауданда мектепке дейінгі мекеме атымен жоқ. Мы, конечно, безумно рады. Естіп қатты қуандық. Шынымды айтсам, бұл балабақшаны біраз күттік. Менің 2 балам бар. Бұрын Усолка шағын ауданына апаруға мәжбүр болдым, ал қазір дәл жанымыздан ашылмақ. Планируется 240 орындық мектепке дейінгі мекеме ашылады деп жоспарлануда. 300-ге жуық баланы қамтитын 10 топ болады. Бұл жерге 2-ден 5 жасқа дейінгі бүлдіршіндер қабылданады. Құрамында 60 маманы бар бригада қызу жұмысқа осы айдың басында білек сыбана кіріскен. Бір бөлігі сыртта, өзгелері ішін реттейді. 15 қызметкер жұмыспен қамту орталығы арқылы келіпті. Қайта жөндеу жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асуда. Ал бөлінген қаражат сомасы 283 миллион теңге. В первую очередь работа будет проводиться. Ең бірінші кезекте ғимараттың шатыр бөлігі реттеледі. Кейіннен ішкі бөлмелерге кірісеміз. Себебі шатырдан су ақса еңбегіміз далаға кетеді. Айта кетейін, Павлодарда балабақшаға бару үшін кезекке тұрған балдырғандардың саны 14 мыңнан асады. Мұндағы жұмыстарға келушілер 1 қыркүйекте өз бағасын береді. Бекбол Мырзахан, Артем Боланов, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Бизнес жаңалықтарының демеушісі керемет сынап, сантехника және жылыту дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы. Тамаша жаңалық керемет сынап сантехника және жылыту дүкені өз жұмысын қайта бастап, тұрақты және жаңа келушілерді күтуде. Сіздер үшін тауарлардың кең таңдауы ұсынылған: қазандықтар, түтіндіктер, монша пештері, жылыту радиаторлары мен үздік өндірушілерден сантехникалық жабдықтардың мол түрлері. Назар аударыңыз, ұзақ отынды қазандықты сатып алған жағдайда барлық тауарлар тізіміне жеңілдік пен кепілдік қарастырылған. Сонымен қатар үйден шықпай-ақ тауарға тапсырыс беру қызметі жұмыс жасайды. Қош келдіңіз. Целковский көшесі 24, керемет сынап дүкені. Тәртіп сақшылары мен ауыл тұрғындар арасындағы жанжал оқиғасы жайлы бүгін полиция департаменті жауап берді. Бейне әлеуметтік желілерде таралып кеткен болатын. Оқиға Ақсу ауданындағы Береке ауылы маңында орналған. Полиция департаменті берген мәлімет бойынша 30-ға жуық адам микросфера жинаймыз деп қастарындағы мобильдік постқа келген. Алайда тиісті құжаттары болмапты. Тәртіп сақшыларынан рұқсат ала алмаған олар күш қолданатындарын және күл қоқыс жинау орнынан кетуді талап еткен дейді басқарманың баспасөз қызметінде. Видеода ролик авторы
ауыл тұрғындары тарапынан шыққан қорқытуды басында және соңында алып тастағанын көрініп тұр. Полиция қызметкерлері арнайы құралдарын қолданып, бос патронмен ескерту оғын ату арқылы тұрғындардың іс әрекетін тоқтатты. Содан кейін ғана ауыл тұрғындары оқиға орнын кетті. Аталмыш дерек бойынша полиция департаменті Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 380 бабы 1 тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстарын бастап кетті. Ал қару қолдану жөнінде қазір өзіндік қауіпсіздік басқармасы айналысуда. Оның нәтижесіне сәйкес тәртіп сақшыларының жұмысына құқықтық баға беріледі. Қасымхан Алдашев, Ирбис телекомпаниясы. Жапониядан бет алған ұшақ Павлодарға келіп қонды. Борттағы 156 адамның барлығы карантиндік госпитальге жеткізілді. Бұл ретте өңірімізде аталмыш дерттің легі бірнеше күн байқалмап еді. Алайда вирустың тағы бір дерегі Кеншілер қаласына тіркелді. Толығырақ біздің дәстүрлі шолуымызда. Екібастұз қаласында 56 жастағы ер адам жедел түрде ауруханаға жеткізілген. Дене қызуы 39-да 5-ке көтерілген азамат құрғақ жөтелдің барына шағымданған. Тесттің алғашқы 2 сынамасы теріс, ал үшіншісі оң нәтиже көрсетіпті. Бүгінде науқас жасанды демалу аппаратына таңылған. Бұл уақытта Токио қаласынан бет алған ұшақ Павлодарға келіп қонды. Қазір барлық жолаушыдан COVID-19-ға қарсы сынама алынған және де толығымен оқшауланған. Үй карантиніне жібермеңдер, олар үйінде 100% отырмайды. Бүгін таңертеңгісін әйел адам судан құтқарылды. Ол жағадан 50 метр қашықтықта бата бастаған. Қайта ағаштың бұталарына жармасы бір ажалдан аман қалыпты. Нәтижесінде зардап шегушіні бірінші қалалық ауруханаға жеткізген. Суға қалай түскенін сұрап едік, айтудан бас тартты. Қызық жағдай екен. Есі дұрыс па? Қазақстанда көлік ішінде шылым шегуге тыйым салынбақ. Әкімшілік кодекс енгізілетін өзгертуді шенділер қарастыруда. Егер салонда кәмелетке толмаған бала отырса, темекіні шекпеген дұрыс дейді. Кері жағдайда 27-ден 55 мың теңге аралығында айыппұл төлейсіз. Әзірге бұл сауал қаралу үстінде. Мұнысы несі? Істейтін түк қалмағандай. Баласының көзінше кім темек шегет? Өзгертсе дұрыс нәрселерді енгізбейді ме? Тек көлікте ғана ма, пәтерде де, түнде де шегуге тыйым салсын, үнемі тексеріп отырсын. Нөмірі 13-ші мектептің оқушылары 20 жылдан аса уақыт бойы бейімделген ғимаратта оқып келеді. Қыркүйек айында олар жаңа корпусқа көшеміз деп ойлаған. Нәтижесінде жағдай басқаша өрбіді. Бүгін қалалық білім беру бөлімі түсініктеме берді. 13-ші мектеп оқушыларының ата-аналары аң-таң 20 жылдан аса уақыт бойы балалары бұрынғы балабақша ғимаратында оқып келеді. Былтыр Затон базарының маңында жаңа мектеп құрылысы басталған. Адамдардың айтуынша шенеуніктер сәйкесінше оқушылар соған көшет деген уәделерінде беріпті. Алайда енді олар бұрынғы ғимаратта қалуға мәжбүр. Бүгін шенділер осы жерде толық жөндеу өткізетіндерін жеткізді. У нас проходные кабинеты. Бізде өтпелі кабинеттер. Мысалы, балабақшада ол бөлме жатын болса, жанында ойын бөлмесі бар. Ал бізде ол кабинеттер ұстаздар қатты сөйлейді, бір-біріне кедергі келтіреді. Бұрынғы ғимараттың маңына спорт зал немесе асхана салса да, кабинеттер ұлғаймайды. Ал білім беру бөлімінің өкілдері құрылыс жүріп жатқан кезде жаңа мектепте оқитын оқушылар жайлы бірнеше нұсқа қарастырған жеткізді. Себебі мониторинг барысында Затон базары маңында тұратын 390 оқушы басқа аудандардағы білім ошақтарына баратыны анықталған. Мысалға атап айтсақ, мысалы Бауыржан Момышұлы атындағы мектепте 274 бала осы шағын ауданның балалары. Тиісінше жаңағы сол балаларды жаңа салынып жатқан ғимаратқа көшіру жоспарланып отыр. Ата-аналар бұрынғы ғимаратты кіші сыныптарға беріп, жаңасына жоғары сынып оқушыларын кіргізуді сұрайды. 13-ші мектеп жағдайымен танысуға облыс әкімі келіп жетті. Айтуынша талдау әлі де жүргізілуде. Артынан ең оңтайлы шешім қабылданады дейді. Қасымхан Алдашев, Александра Петрова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Бүгін аймағымызда ұлттық бірыңғай тестілеудің өткізу мерзімін атады. Түлектер маусымның 20-сы мен шілденің 5 аралығында Қазақстандық жоғары оқу орындарына түсу үшін тест тапсырады. Сонымен қатар сертификаттар электронды форматта беріледі. Толығырақ тілші материалында. Биыл төтенше жағдайға байланысты ұлттық бірыңғай тестқа өтінішті онлайн тәртіпте қабылдаған аймағымыздағы 3770 түлектің 3252-сі тест тапсыруға тілек білдіріпті. Сондай-ақ өткен жылдарда мектепті аяқтағандар мен колледж бітірушілер бар. Облыс бойынша оң пункт белгіленген. Коронавирус індетін болдырмас үшін санитарлық қауіпсіздік барынша сақталмақ.
Это будет проведено в этом году, конечно. Биыл ұлттық бірыңғай тест санитарлық талаптарды қатаң сақтау арқылы өткізіледі. Түлектер арасындағы қашықтық 2 метр болады. Сондай-ақ лек ұлғаяды. Бұл дәрісханалар лық толы болмау үшін жасалып отыр. Аудандарда бұрын сынақ бір күнде өтсе, енді ол 2-3 күнге созылуы мүмкін. Ұлттық бірыңғай тест өткізу тәртібі өзгерген жоқ, яғни жазбаша 5 пән, оның 3-і міндетті, 2-і бейіндік. Айта кету керек, тек маусым айындағы тест сертификаты ғана мемлекеттік білім гранты конкурсына қатысу құқығын береді. Обнаружение у поступающего. Түлек металлға тексеруден өткен кезде тыйым салынған заттар табылса, ол тестке кіргізілмейді. Акт толтырылып, түлек 1 жыл бойы ұлттық бірыңғай тест тапсыру құқығынан айырылады. Барысын арнайы бақылау қызметі қадағалайды. Сонымен қатар ата-аналар ұлттық бірыңғай тест тапсыру сәтін үйден шықпай-ақ онлайн тәртіпте көре алады. Тест уақыты бұрынғысынша 3 сағат 50 минут, барлығы 120 сұрақ. Ал сертификаттар қағаз емес электронды форматқа ауыстырылды. Ол әр түлектің жеке кабинетінде болмақ. Ал үміткерлер карантин кезінде жауапты емтиханға тыңғылықты дайындалу үшін ұлттық тест орталығы сайтында тегін онлайн тапсырмаларды орындап дайындала алады. Бибі Нұрмұқашева, Александра Петрова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Санын азайту үшін жұмыс жасауда. Мердігерлік ұйым күнде түнгі уақытта шыбын-шіркейлердің дернәсілдерімен күресуге шығады. Бүгінде олар барлығын 100% жою мүмкін емес екендігін. Алайда адамдар жағажайда қолайлы қыдыру үшін барымызды саламыз деді. Түнгі уақытта дезинсекция шарасы қалай өтетіні жайлы келесі материалда. Түтіннің салдарынан ештеңе көрінбейді. Павлодарда осындай әдіспен сары масамен күреседі. Шараға әдеттегідей арнайы шашу құралдары, термогенераторлар және көлікке орнатылған құрылғылар қолданылды. Кеше Химқалашық ауданындағы темір жол өткелінен бастап жаңа жағажайға дейінгі аралығы өнделді. Жұмысқа кіріспес бұрын жергілікті тұрғындарды үйден шықпауға шақырды. Это часть, которая вывелась из лечения. Қазір жаңа дернәсілдер пайда болуда. Біз олардың санын азайту үшін бар күшімізді жұмсаудамыз. Әр күн сайын нәтиже байқала бастайды. Біз маса мен шіркейлерді 100% жоя алмаймыз. Тек қана олардың санын азайтамыз. Мамыр және маусым айларында олар жаппай тарай бастайды. Ал шілде айында инелік бізге көмекке келеді. Дезинсекцияның сапасы күнделікті тексеріледі деп сендерді шенеуніктер. Бүгінде кіші су қоймаларындағы дернәсілдерді жою жұмыстары аяқталды. Қазір ірі масалармен күрес басталды. Шара кешкі сағат 10-нан таңғы 6-ға дейінгі аралықта жүргізіледі. Айтуларынша, осындай күн тәртібі бойынша жаз бойы жұмыс істеуге дайын. Ал павлодарлықтар шағым түсірген шіркей басқа жақтан келген. Мамандар олар ертістің арғы жағалауынан қоныс аударғанын айтады. Айдмұхамбет Айғожа, Азиз Сабайсер Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Жарық шамдар челленджі жалғасуда. Жыпылықтап тұрған шамдар мен қисайған бағаналар біздің мобильді қосымшада. Ал Лермонтов 90-да ағаш құлады. Зейнеткер зардап шекті дейді куәгерлер. Ракетная көшесінде болса асфальтты орнына келтірді. Қарайық. Мобильді қосымшаның демеушісі Мега сауда үйі өз сатып алушыларына кіші сауда залының жұмыс жасайтыны туралы хабарлайды. Сіздерді бұрынғы мекен жай бойынша күтеді. Торговая Нұрсұлтан Назарбаев көшелерінің бұрышы. Хочу сказать большое спасибо телеканалу «Ирбис», что озвучили нашу проблему по улице Ракетной. Сегодня восстановили все дефекты на дорожном покрытии. Спасибо. Майрей 43. Смотрите, как установлены фонари. Они все покосились. Фундамент очень плохой, видать, замерзший. Сатпаева 35. Поставили зимой столбы. Так они не горят. Пожалуйста, разберитесь или примите какие-то меры. Фонарь Эйманова 41. Уже больше 2 месяцев он вот так моргает и не горит, а только раздражает. Время без 10-11 дня. Горят фонари. За что мы платим деньги? Что за неисполнимость выключения света? Павлодар. Вот так у нас в течение дня бежит вода. Напора никакого нет. Вечером помыться невозможно, ребенка помыть невозможно. Так в течение всего лета. Когда это уже закончится? Вот эта вот вода у нас на лесозаводе. Во всех СМИ пишут, что даже в села проводят воду, водопроводы. А у нас
центре, так сказать, цивилизации в Павлодаре вот так вот текет вода. Колонка не работает уже 2 дня. Звоним, дают телефоны, такие номера не существуют. До горводоканала вообще не дозвониться. Не работает Чокина Карла Маркса, Чокина Ленина. 29 ноября ходили, нету воды. Нету воды на Максима Горького. Не можем нигде найти воду. Дети маленькие, что нам делать? Пожалуйста, разберитесь. 14 мая по адресу Лермонтова 90 упало дерево. 8:30 утра. Прохожих было мало. Проходила мимо бабушка, ее краем ветки задела. Вызвали скорую, ее забрали. Вот перекресток Целковского, Ворушина. Светофор не работает уже 2 месяца, даже может больше. И работает через раз. За что платим дорожный налог, не знаю. И светофор вообще поставили, наверное, для того, чтобы было. Мобильді қосымшаның демеушісі Мега сауда үйі өз сатып алушыларына кіші сауда залының жұмыс жасайтыны туралы хабарлайды. Сіздерді бұрынғы мекен жай бойынша күтеді. Торговая Нұрсұлтан Назарбаев көшелерінің бұрышы. Мега жеңілдіктер, мега таңдау, мега жиһаз. Заманауи қонақ жай бөлмелер, мега жайлы жатын бөлмелер, керемет түскі ас зоналары. Ресей мен Беларусь фабрикаларынан мега үлкен таңдау. Классика үлгілерін ұнататындар үшін әдемі нұсқалар. Ықшамды модерн, мега заманауи интерьер үшін кез келген талғамға сай келетін жиһаздардың алуан түрлері. Мега сауда үйі сіздерді жаңа түсімге шақырады. Мега жойқын. Қаламызда гүлдерді отырғызу науқаны басталды. Бұл жұмыстармен 2 мердігерлік ұйым айналысады. Биыл олар Павлодарды француз раушаны мен голландтық гүлзарлармен әшекелейді. Қаланың солтүстік бөлігіндегі металлург бағбаншылығы, Конституция алаңы мәдениет сарайында және Баян Батыр ескерткішінің маңында гүлдерді отырғызу жұмыстарының қызған шағы. Күннің ыстығына қарамастан 5 бригада жұмылдырылды. Мердігерлік ұйым басшысы қала тұрғындарын оларға зақым келтірмеуді сұрайды. Где-то 7 видов цветов. Жалпы гүлдердің 7 түрі отырғызылды. Бұл петуния, бархатса, гүлді орап жапырақ сияқтылары. Бір айта кететінім, биыл біз жаңа түрін отырғызуды жоспарлаудамыз. Бұл француз раушаны мен голландық гүлзар. Біздің жерге олар бейімделе алады. Биологтер осында кеңес берді. Қала тұрғындарынан гүлдерге зақым келтірмеуді сұраймыз. Себебі бұл жұмыстар Павлодар әдемі болу үшін жасалуда. Олар мамыр айының соңына дейін 8,5 мың шаршы метрді әшекелейді. Оған 250 мың гүл дайын. Алғашқы партиясы Қарағанды мен Алматы қалаларынан жеткізілді. Күзге дейін 60 рет суарылады. Мердігер биыл олардың күтіміне аса үлкен көңіл бөлетін жеткізді. Айдмұхамбет Айғожа, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Шахар тұрғындарының көз айымына айналған Ертіс променад сахнасы осы жылы да көрермен қауымды қуанышқа бөлемек. Мәдениет басқармасының алғашқы кештің пандемияға қарсы күресте аянбай тер төккен, абзал жандарға арналатынын мәлімдеді. Бұл жолғы маусымда қандай қызықтар болатынын әріптесім Бекбол Мырзахан баяндайды. Ерке ертістің жағасында орын тепкен аймағымыздың басты сахнасы биылғы маусымда да жұмыс жасамақ. Ең әуелі коронавирусқа қарсы күреске атсалысқан азаматтарға кеш ұйымдастырылады. Сонымен қатар Абай Құнанбайұлының ғасырдан ғасырға ұласып келе жатқан әндері халық жүрегіне жол тартпақ. Мәдениет бөлімі концерттік бағдарламалардың тізімін құрастырып қойды. Елорда күні, металлургтер күні, жастар күні, қала және Конституция күні сынды атаулы даталарда арнайы кештерді өткізбекпіз. Маусым айынан бастап іс-шараларды өткізуге рұқсат берілсе, жоспар бойынша әрекет жасаймыз. Осы жолы Ертіс променад сахнасында облысымыздың таланттары көбірек өнер көрсетеді. Айта кетейін, мәдениет бөлімі осы жазда 15 сенбіні қамтымақ. Оған қоса әлеуметтік желілерде эстрада майталмандарына дауыс беру жүргізілуде. Сіз де өз жұлдызыңызға дауыс бере аласыз. Бекбол Мырзахан, Ирбис телекомпаниясы.
Қазақстандағы ең ауқымды аккорды радуги атты балалар авторлық әндерінің фестивалі ерекше форматта өтті. Жыл сайын Павлодарға еліміздің түкпір-түкпірінен жас дарындар және шетелдік қонақтар келеді. Бірақ 5-ші мерейтой маусымы YouTube каналында ұйымдастырылды. Карантин дарынды жастардың басын біріктіруге қалай көмектескені жайлы тілшіміз жалғастырады. Куда ты скачешь, мальчик, темно уже в лесу. И мчатся сквозь сонный город, сквозь злые лица, смакуя, как в сотый раз ты мне нынче снился. Я задыхаюсь, спаси ты мне руку, я не отпущу. И я сама как степным железом, я задыхаюсь, всю душу изрезав. Карантин мен жабық шекаралар бүкіл елдің жас таланттарын біріктірді. Олар бос уақытын шығармашылыққа жұмсап, жаңа әуендер жазды. Аккорды радуги авторлық ән байқауының ұйымдастырушыларына үздіктерді таңдау қиынға соқты. Әрбір бейнеролик ерекше әсер қалдырған. Шетелдік қатысушылардың арасында Геленджик қаласының жас барды да бар. На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Юбилей у нас получился очень необычным. Мерейтой өте ерекше өтті. Бұл маусымды басқа форматта өткізуге дайындалған едік. Дегенмен әдетте бізге келетін қатысушылар өз еңбектерін жібергендері қуантты. Мүмкін бұндай форматты алдағы уақытта қолданатын боламыз. Себебі балаларға басқа қаладан келу қаржылай қиындық тудырады. Сондықтан болашақта кейбір номинацияларды онлайн өткізу жоспары бар. Онлайн форматтағы байқау барлығына ұнады. Бұрын қаражаты болмай байқаудан тыс қалған қатысушылар биыл еңбектері бағаланып конкурс жеңімпаздары атанды. Аккорды радуги дәл осында ерекше форматымен есте қалатыны сөзсіз. Қасымхан Алдашев, Артем Буланов, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Таеквондодан Қазақстан құрамасы ұлттық олимпиада комитетінің базасында оқу-жаттығу жиынын өткізуді жоспарлайды. Бүгінде онда барлық көшбасшылар шақырылды. Арасында 2 желесіміз бар. Алдаспор жаңақтары. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, Успех зергерлік салоны өз жұмысын қайта бастайтыны туралы хабарлайды. Күн сайын сағат 11-ден 17:00-ге дейін. Сіздерді алтын және күміс әшекейлердің керемет таңдауы күтеді. Өзіңіз бен сүйіктілеріңізге табысты сыйлықтар жасаңыздар. Назарбаев даңғылы 20. Егер сіз нағыз орман алабынан жасалған есіктерді іздеп жүрсеңіз, онда Толстой 90 көшесіндегі Столярка дүкеніне кіріп шығыңыз. Мұнда қарағай алабынан жасалған есіктердің кен таңдауы ұсынылған. Осы үлгілер кез келген дизайнерлік жобаға тамаша қосымша болады. Сондай-ақ сұрыпталымда келесі ілеспе тауарлар қатары бар. Есік фурнитурасы және жоғары сапалы құрылымдар. Тұрақты науқан қызмет етуде 6 есік сатып алсаңыз, 7-шісін сыйға аласыз. Столярка дүкені, Толстой көшесі 90. Орталық алаңда жөндеу жұмыстарының алғашқы кезеңі аяқталды. Бүгінде футбол газонының жасанды жабыны шешіліп, жүгіру жолдары демонтаждалды. Қаламыздың басты аренасы карантин кезіндегі бейнесі осындай. Жеңіл атлетикалық жолдар мен жасанды жасыл шөп жоқ. Оның орнына бетон құйылуда. Орталық алаң жаңа технологиялар бойынша түзетілуде. Мұнда құрылысшылар лазерлі құрал қолдануда. Ол аренаның дәл ортасында орналасқан белгі арқылы жұмыс жасайды. В самом планировщике есть 2 колбы. Жоспарлау барысында 2 бағана орнатылады. Кейін біз одан белгімізді түзеп аламыз. Ол орталықтағы алаң газоны түзу болу үшін жасалынады. Орталық алаңда күрделі жөндеудің алғашқы кезеңі аяқталды. Кейін аренаның ортасы тегістеліп, жаңа атлетикалық жол орнатылады. Ең соңында жаңа заманауи газонға кіріседі. Мердігерлік ұйым жөндеу жұмыстарын шілденің ортасында аяқтауды жоспарлайды. Қала тарихында алғашқы рет допты нақыштап тебуден онлайн чемпионат Ержан Аспандиярдың жеңісімен аяқталды. Ол 1 сағат бойы допты түсірмей ерекше өнер көрсеткен. Бәсекелестері де өте лайықты болды. Бұл ертіс футболшысы Арман Кеңесов, ол барлығымен бірдей жарысқа түсті. Ерлер арасында Диас Қасенов 256 қайталау жасап жеңімпаз атанды. 51 және одан жоғары жас тобында Манарбек Қасенов 551 рет доп соқты. Асылбек Құстаулетов кезекті үздік болып танылды. Приняли участие
Жарысқа 50-ге жуық адам қатысты. Бейнежазбалар өте көп түсті. Көбінесе 2000 жылғы балалар қатысты. Ең кішісі 2012 жылғы. Ол ең аз доп соқты. Балалар тобында Нұрдәулет Ерниязов пен Максим Стеблюков жеңіске жетті. Ал абсолютті рекордшы Ержан Аспандияр. Ол 1380 рет доп теуіп онлайн жонглерлер арасында жаңа рекорд орнатты. Ел құрамасының ойыншысы Юлия Ширяева кішкене артта қалып 200 қайталануға аз өнер көрсетті. Спортшылар белсенді түрде жаттығуларды бастады. Қазір әрбір шағын алаң сұранысқа ие. Бапкерлер өз кезегінде тәртіп пен жүктеме кестесін жоспарлауда және жақын арада онлайн емес, шынайы жарыс ұйымдастыруда мүмкін дейді. Екінші спорт мектебінің алаңдары таңнан бастап бос емес. Мұнда 3 шағын алаң бар, бірақ ол да жеткіліксіз. Жаттығу басталады деп мәлімделген кезде ата-аналар чатында хаттар бірінен соң бірі бағытталды. Ата-аналарға айтқан кезімізде олар қатты қуанды. Жаттығуға тек 2 бала келген жоқ. Менде ең кішкентай жас тобы 2011-2012 жылғы балалар. Гандболшылар, волейболшылар мен баскетболшылардың дайындықтары кестеге сай. Әр алаңдағы жаттығу график бойынша кіші топтар таңертең кезіндегі қалыпқа бірден қайтып оралуы оңай емес. Трудно было бежать, еще ноги запинать. Барлығы қиын, аяқтар тыңдамады. Бірақ бүгін кешегіден қарағанда жеңілдірек. Доппен ойнау қабілетінде қайта дамытып жатырмын. Пандемиядан кейін қарапайым жаттығулардан бастауда мұндай үзіліс тіпті жаз мезгілдерінде болмады дейді бапкерлер. Енді алдағы демалыстар кезінде күшейтілген түрде жұмыс жасамақ. Жауынгерлік самбодан Қазақстан құрамасы алдағы ірі жарыстарға дайындықтарын бастады. Оның алдында спортшылар жеке бағдарлама бойынша жаттыққан. Бапкерлер штабы Омар Янковскийдан нәтиже күтеді. Спорт туралы бүгінгі осы, аман сау болыңыздар. 15 мамыр жұмаға арналған ауа райы болжамымен Бибі Нұрмұқашева таныстырады. Алматыда көшпелі бұлт шығып, жаңбыр жауады. Ауа температурасы +17 градусты көрсетеді. Көкшетау мен Петропавл қалаларында күн ала бұлтты, жаңбыр жауады. Термометр +22-де тұрақтайды. Өскеменде күн ашық болады, 31 градус нөлден жоғары. Семей қаласында көшпелі бұлт шығады, 33 градус ыстық күтілуде. Ал Қарағанды мен елордамыз Нұр-Сұлтанда көшпелі бұлт шығады, 20 градус жылы. Ал Қазгидромет орталығының мамандары Павлодарда жаңбыр жауатынын, ауа температурасы күндіз +22, ал түнде +17 градус болатынын болжайды. Барлықтарыңызға сәтті күн тіледім.